Мүмкіндіктері мен мінез-құлқы әртүрлі адамдарды қабылдау қоғам үшін кейде қиын. Ерекше балалар үшін ең қиын кезең олардың жастық шақтары. Қатарластары шамадан тыс қатыгез болуы мүмкін. Бірақ мұндай балалары бар ата-ананың жағдайы қандай? Олар талапшыл балаға жағдай жасай ала ма? Флетчер отбасының айтуынша олар баласы үшін ақырына дейін күрескен. Олай болса неліктен 2022 жылы олардың 36 жастағы қызы Лейси диваннан жылдар бойы қозғалмай, тіпті жиһаздың бір бөлігіне айналып кеткен. Сәлем достар, эфирде сол кездер. Менің есімім Нұрхат. Арнамызға жазылып лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Америка құрама штаттары, Луизиана штаты, Слотер қаласы. 1995 жылы тыныш әрі құдайшыл Флетчер отбасы Шейла, Клей және олардың 9 жасар қызы Лейси 2 қабатты кең үйге көшті. Шейла прокурордың көмекшісі болып жұмыс істеді. Содан кейін өз қаласының әкімі болды. Клей коммерциялық емес қайырымдылық ұйымда жұмыс істеді. Сондықтан жергілікті тұрғындар Флетчер отбасын жақсы білетін және құрметтейтін. Бірақ кейінірек Флетчерлер қызының үдемелі ауруына байланысты жаңа үйге көшуге мәжбүр болды. Құдайшыл ата-ана үшін Лейси көптен күткен сүйікті бала болды. Бірақ мектеп кезінде дәрігерлер қыздың аутизммен ауыратынын анықтады. Алайда бұл Клей және Шейланың қызын кәдімгі мектепке қалдырып, арнайы мекемеден бас тартуына кедергі болмады. Лейси Олд Браунфилд баптистік академиясында мектепте оқып, спортпен айналысқан. Мұғалімдер оны өте көңілді, мейірімді қыз деп сипаттады. Алайда ата-анасының айтуынша, Лейси құрдастарымен ортақ тіл табуда қиналған және ол өз-өзімен тұйықтала бастаған. Бойжеткен бұзақылыққа шағымданып, шыдай алмай қиналған. Содан кейін Флетчер ерлі-зайыптылары қыздарын үйде оқытуға шешім қабылдады. Осы сәттен бастап бүкіл отбасы үшін қиын өмір басталды. Лейси ауыр аутизм мен әлеуметтік мазасыздықтан зардап шекті. Егер бірнеше жыл бұрын оны көшеде анда-санда көруге болатын болса, 2002 жылдан бері Лейси 16 жасқа толғанда, ол көршілерінің көзінен мүлдем жоғалып кетті. Сол жылы ол дәрігерге үнемі қаралуды да тоқтатты. Медициналық жазбалар Флетчерлердің 2000 жылы қызы 14 жаста болғанда психологпен кеңескенін көрсетеді. 10 жылдан кейін олар сол дәрігерге қайта көрінді. Бірақ бұл психологтың отбасы жайлы соңғы рет естігені. Ата-анасының айтуынша, Лейси бұдан былай үйден шыққысы келмеді. Ол сыртқы әлемнен қорқады. Қызда истерия пайда болды. Ол көмектен, тамақтан және дәрі-дәрмектен бас тартты. Бұл әрине оның денсаулығына кері әсерін тигізді. Көршілер, таныстар, жақын адамдар кейде Лейси қайда кетті деп таңғалатын. Ата-анасы, жоқ, ол кетпеді, ол әлі осында, жағдайы жақсы деп жауап берді. Көп ұзамай қыздың емделуге үйге ауысқаны барлығына белгілі болды. Бір қызығы, ешкім оған бір рет болса да баруды ойлаған жоқ. 1-2 жыл емес, қыз 12 жыл бойы хабарсыз кеткен. Көршілер жарайды. Ауыр науқас Лейсидің жағдайын тіпті дәрігерлер де, әлеуметтік қызметкерлер де неге тексермеген түсініксіз. Осы 12 жыл ішінде Флетчер отбасының үйінде не болды? Осы уақыт бойы Шейла мен Клей Лейсиге қарады. Бірақ уақыт өте олар одан шаршай бастады. Оның қыңырлығы ата-анасын есінен шығарды. Ал анасы қызын азырақ тамақтандырды. Өйткені ол тамақтанғысы келмеді. Жарайды, Лейси дұрыс ойлай алмайды. Бірақ анасы ше. Жылдар өте қыз әбден қажыды және диваннан тұруға моральдық және физикалық күш таба алмады. Оның денесінде бір орында тапжылмағаннан жаралар пайда бола бастады. Оларды ата-анасы кейде тазалап емдеп қоятын. Лейси дәретті де диванға сындыратын болды. Оны да ата-анасы тазалап тұрды. Анасының айтуы бойынша Лейсиде толық дерлік сал ауруымен сипатталатын іштей тұйықталу синдромы дами бастады. Бұл диагноз бар адам бет әлпетін өзгерте алмайды, өз бетінше қозғала алмайды, сөйлей алмайды, яғни айналасындағылармен сөйлесе алмайды. Ол тек көзін жоғары, төмен жылжытып жыпылықтай алады. Бірақ олар не күтті? Неліктен көмек сұрап қыздарының күтімін мамандарға бермеді? Өйткені Шейла округтегі шенеуніктермен бір салада жұмыс істейтін. Сондықтан оның қызына көмектесе алатын адамдар мен ұйымдарға жүгінуге мүмкіндігі бар еді ғой. Лейси диванға баяу әрі сенімді түрде сіңісе бастады. Ол тірідей шірей бастады. Бірден емес, бірте-бірте ол диванның бір бөлігіне айнала бастады. Ол 12 жыл азаппен, ал соңғы 2 жыл тозақ жағдайында өмір сүрді.
Сонымен қатар байғұс қыздың ата-анасы жұмыс істеуді, көршілерімен араласып және демалысқа шығуды жалғастырды. Кейінірек олар мұны былай түсіндірді: ол ересек адам, ол өзін жайлы сезінетіндей өмір сүруге құқылы. Расында шіргісі келсе оның құқығы бар. Бірақ бұл азаптаулардың бәрі көп ұзамай аяқталды. 2022 жылдың 3 қаңтарында Шейла Флетчерден 911 нөміріне қоңырау келді. Ол қызында өмірдің белгілері жоқ екенін айтып, құтқарушылардан тезірек келуді сұрады. Полицейлер отбасының үйіне дереу жеткен, бірақ табалдырықтан аттаған бойда мүңкіген жағымсыз иісті байқаған. Қоңыр былғары диван қабырғадан 47 сантиметр қашықтықта тұрды. Оның үстінде кең және терең қуыста, иығына дейін суға батып бара жатқандай, Лейси жатты. Оң қолымен шаршаған мойын жауып тұрғандай. Сол жағымен жатыр еді. Ол тек көк футболка киген. Көзі де, аузы да ашылған. Жіңішке аяқтар айқасып асқазанға дейін тартылады. Беті мен денесі қызыл жаралармен жабылған. Ол сіңген дивандағы шұңқыр несеп пен нәжіске толған. Айтпақшы, нәжіс оның бүкіл денесіне ғана емес, сонымен қатар Лейсидің шашы мен құлағына да жағылған. Оның денесінде жәндіктердің шаққан іздері мен дернәсілдері де болды. 36 жастағы Лейсидің салмағы 44 келеді. Диванда отырғыш өмір салтын ұстанғандықтан, оның бөкселеріндегі терісі сөзбе-сөз өшіріліп, арқасы мен жамбастары толығымен қап-қара еді. Полиция диван мен қабырға арасында үлкен зәр-дағын тапты. Бейшара Лейсиге тиісті күтім көрсетілмегені анық болды. Полиция Флетчер отбасын бірден қамауға алды. Экспертиза Лейсидің қайтыс болғанына 1-2 күн болғанын анықтады. Клей мен Шейла жиі бірнеше күн демалысқа шығып, Лейсиді аштықта қалдыратын еді. Уақыт өте оның бұлшықеттері атрофияланып, ол диваннан көтеріле алмады. Диванның астынан зиянкестер байғұс әйелді жей бастады. Оның денесі диванға қосылып жатты. Ол аштық пен сүйек инфекциясынан зардап шекті. Бұл ақырында сепсиске әкелді. Ата-анасы демалыста жүргенде Лейси өзін тамақтандыру үшін өз нәжісі мен диванның бетін жеген дәлелденді. 15 жылдан астам еңбек еткен сот сарапшысын көргені қатты шошытты. Мен Лейсиді көргеннен кейін бір апта бойы тамақ іше алмадым. Мен өз тәжірибемде көптеген қорқынышты жағдайларды көрдім. Бірақ олар мені Флетчер отбасының үйінде көргендеріме дайындай алмады. Басқа ешбір оқиға маған мұндай әсер еткен емес. 2022 жылдың мамыр айында Шейла мен Клей Флетчер тұтқындалып, Лейсиді өлтірді деген айып тағылды. Белгілі болғандай, олар ата-ана болған кезде қамқоршы болғылары келмейтінін айтып, Лейсиге шағымданған. Ата-аналар өздерін қорғау үшін былай деді: біз оның тамағын диванға апардық. Оның ақыл-есі дұрыс және өз таңдауын жасай алатын. Сондықтан дәрігерді шақырудың қажеті жоқ еді. Оның үстіне ол ешқашан жаралары туралы шағымданбады. Алайда, денені тексерген дәрігерлер бірден Лейси қатты ауырғанын айтты. Өйткені ол диванға сіңіп жатқан. Шамамен 19 жастан бастап бойжеткен есін жиғандықтан шұғыл түрде қажетті көмекті алмаған. Оның 16 жасынан бері медициналық жазбаларында ешқандай жазба жоқ. Яғни 20 жыл ішінде ол ауыр аутизммен ауырса да маманға қаралмаған. Өлім себебі созылмалы жеткіліксіз тамақтану, жедел аштық, қозғалмау, жедел жаралар, остеомиелит және сепсис. Шейла мен Клей Флетчерге 2-ші дәрежелі кісі өлтірді деген айып тағылды. Бірақ соңында Клей мен Шейла $600,000 кепілдікке босатылды. Шешім 2023 жылдың маусымында өтуі тиіс сот отырысының алдында қабылданды. Кепілдікке $600,000 бар, бірақ дәрігер жалдауға ақша жоқ па? Клей мен Шейла жалғыз қыз үшін қолдан келгеннің барлығын жасап жатырмыз деп табандылық танытты. Бірақ дәрігерлердің бейтарап есебінде 36 жастағы Лейси аштық пен дәрігерлердің қараусыздығынан қайтыс болды. Бұл үшін жауапкершілік толығымен ата-анасына жүктеледі. Әділдік 2024 жылдың 20 наурызында келді. Клей мен Шейла шартты түрде мерзімнен бұрын босату құқығынсыз 20 жылға бас бостандығынан айырылды. Ерлі зайыптылар өз кінәларын мойындауға шешім қабылдағандықтан үкім жеңіл болды. Бұл бүкіл оқиғадан бір ғана қорытынды жасауға болады. Баланың туылуына толық жауапкершілікпен қарау керек. Ешкім қиын сынақтардан қорғалмаған. Бірақ егер бұл шынымен қиын болса, және сіз оны жеңе алмасаңыз, көмек сұрауға ұялудың қажеті жоқ. Өзіңізге қамқорлық жасаңыз және жақындарыңызды ұмытпаңыз. Сіздермен болған сол кездер арнамызға жазылып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.